Сәлем баршаңызға достар. Бүгін мен сіздермен хачапури дайындайтын боламын. Бір жасағаннан өте ыстық күйінде желініп кететін ірімшік қосылған нандардың бірі. Бір жасағаннан өте керемет болып шығады. Сол себепті видеоны соңына дейін көріңіздер. Және де ең алдымен бізге керекті 300 мг айран, бір жұмыртқа. Жақсылап араластырып аламыз айран мен жұмыртқаны. Және де мен алдын ала дайындап қойғанмын керекті заттарды. Қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, оны видеоның астына жазып қоятын боламын достар. Және де міне сода, разрыхитель, тұз, қант үшеуін бірге қосамын. Және де міне сұйық майды қосып араластырамын жақсылап араластырып алып, шетінен ұнымды қосамын. Керекті мөлшерде жұмсақ, орташа жұмсақтықта қамыр илеп аламыз. Жақсылап қандырып, жақсылап илеп аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай бәрін бірден салмайсыздар. Қамырды көп қып шетінен салып, осылай ең бірінші қасықпен араластырып аласыз. Одан кейін қолыңызды жуып тазалап, қолыңызбен араластырасыз. Өте сондай керемет тағам түрі, ыстықтай желініп кетеді. Міне өйстіп жақсылап илеп аласыздар. Енді жақсылап қолмен осылай қандырып, қамырды илеп аласыздар. Мен жасаған хачапуридан орташа 4 хачапури шықты осы тестодан. Міне қанды қамырымның. Міне осылай жұмсақ, бір келкі әдемі қамыр шығады. Және де қақпағын жауып қойып қоямын. Енді ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Оған керекті бізге сырды мұздатқышқа салып қойған сыр болу керек. Теркадан өткізгенде ыңғайлы болу үшін теркадан жақсылап өткізіп алдым. Қалауыңызша сырды қоса бересіздер. Қандай қымбат сыр қосқыңыз келе ме, арзан сыр қосқыңыз келе ме, қалаған сырларыңызды осылай мұздатқышқа сәл қатырып алып, осылай теркадан өткізіп қоса бересіздер. Және де мен жұмыртқа емес, мұздатқышқа қатырылған осылай маймен араластырдым. Домалақтап 4-ке бөліп алдым. Кейбіреулер енді жұмыртқа араластырып, сөйтіп біріктіріп жұмыртқамен сырды сөйтіп қосып жатады. Мен енді май қостым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Май жоқ болса жұмыртқа қоссаңыздар болады. Немесе қалауларыңызға қарай міне кішкене май қосып, екеуін араластырып алып, 4 күлше наныма 4 ірімшік осылай домалақтап дайындап аламын. 4 күлше нан болды. Менде кішкентай 4 хачапури шығады яғни. Міне жақсылап домалақтап аламын. Осы теркадан өткізілген ірімшіктерімді 4-ке бөліп алдым. Міне қамырымды 4-ке бөліп аламын қазір. Міне жұмсақ, өте әдемі қамыр шықты. Көз мөлшермен өлшеп 4-ке бөліп алдым. Мен қатты міндетті түрде весы қолданбайды екем. Осылай көз мөлшермен өлшеп алып жасай беремін. Үй жағдайында жасалатын тағам болғандықтан. Міне жақсылап жайып, ортасына сырымызды салып, жақсылап түйіп алдым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жасайсыздар. Бір жасағаннан өте керемет дәмді болып шығады. Сыр қосылғаннан кейін тіптен керемет болады. Және де міне осы 4-еуін жақсылап өйстіп түйіп аласыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Жақсылап жұқа қылмай, осылай кішкене жайып, сырды салып, осылай жақсылап бірінші 4-еуін түйіп аласыздар. Сосын қатты жұқа қылмай, хачапуриді жайып алып, қызып тұрған табаға 2 бетін қызартып пісіріп аласыздар. Міне бірінші беті пісті, мен май жағып жатырмын. Екінші беті және пісіп жатыр. Көтеріліп, әдемілеп піседі. Екінші бетіне аударған кезде көтеріліп, әдемі болып піседі. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Және де достар, каналымда басқа да үй жағдайында керемет тағам түрлері шығып отырады. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар достар.
үй жағдайында қолжетімді заттардан жасалатын тағам түрлері шығып отырады. Каналыма тіркеліп қойыңыздар.